Расул, көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйіңіз қалай? Шүкір, алхамдулилля. Көңіл-күйіңіз түсіп қалған жоқ па? Минута осталось, минута. Құрметті оқырмандар, Әсем мен Расулдың таныстығы тоқтады. Егер көрмеген болсаңыздар, өкінішке орай деп айтамыз ба әлде білмеймін. Қарсы. Тоқтады ғой барлығы. Шүкір. Жалпы, мынау құрметті қыздар, құлақтарыңызға алтынсырға. Есіңізде бір айтатын едім ғой сөйтіп. Егер маған үміткер боламын десеңіздер, мен сіздерді Болмай, соңына жақсы аяқталмай қалуы мүмкін ғой. Мүмкін, Иә. Менің ойсыңшы. Білесің ба? осылай жоласын. Нұрайды күтпейсіз ба? Білмеймін, жаңа қасымда отырып, менімен танысасың ба? Менімен танысасың ба? Кетіп қоймайды. Байқадым, сұрап жатқам ғой. Қойшы деп жатырмын. Қыз бен жігіт болған кезде қыздың үйіне, жігіттің үйіне қыз барса қонақ болып. Жігіттің үйіне қыз барса ма? Иә. Мысалы, туысқандары шақырып дегендей. Апарасың ба сен де? Енді қонақ ретінде барса, қонақ болып қайтса, онда тұрған бір ештеңе жоқ сияқты. Ал егер енді андай бір қызды көруге ондайға бару сәл ерсі болса. Сержан мен Ақеркенің таныстықтарына бір-бірін ең алғашқы рет көргеннен 1 жыл өтіпті. Осындай әдемі гүл шоқтарымен Ақеркені құттықтап келіп қалды. Ұнады ма Ақерке? Ұнады. Күттіңіз ба, күтпедіңіз ба? Жоқ, негізі мен бұндай күндерді қатты есіме сақтап жүре алмаймын да. Менде бүгін сұрақ болып жатыр. Сіздің қарындасыңызды, жігіттің үйіне тұрмысқа шықпай тұрып барса, қалай қарайды едіңіз? Жаман қараймын. Қонаққа. Қонақ болғанда. Табалдырық деп айтамыз ғой енді біз. Ол әліге дейін қолданған дұрыс па әлде? 4 сәуірден кейін Сержан қатты есіне сақтаған сияқты. Иә? Соның арқасында атқа да бардыңыз. Соның арқасында гүл де алдыңыз. Солай, бастысы бақытты болыңыздар. Тезірек бір тұрмысқа шығып Ақерке 30 жыл, 60 жыл мерейтойлардың бәрін жасай беріңіздер. Кіма дегенде осы. Граница деген, шекара деген болады. Біз неге айтады ғой, біз жалпы қазақ өте мәдениет ұстанғандар ғой. Дала заңы бар, ел заңы бар, жұрт заңы бар деген сияқты. Сол қағиданы ұстанамыз. Демек сіз өзіңіз қызды таныстыруға алып бармайсыз үйге? Нақты мен конкретно не істеймін, үйленуге көз түспесе егер таныстырамын. Әдемі гүл ғой. Екеуің келді. Маған ақ розалар қатты ұнайды. Осындай дәу букет әкеп беріңдерші маған. Қандай ма? Назар аударыңыздар. Әдемі, иә? Я сказала